Сәлем көрермен, сізбен бірге Fortress of History каналы видео бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып жайғасыңыз. Біз бастаймыз. Бұл жағдай Үндістанда орын алған еді. Шіркеу қызметкері Бина Томос, яғни дін жолындағы аты Аббая 1971 жылы 26 ақпанда Керала штатында, Үндістанда дүниеге келді. Кішкентай кезінен дінге көз қарасы түзу, Құдайды тануға ұмтылған жас өспірімнің бірі еді. Ол католик діні ұстанды. 1928 жылы құрылған католик шіркеуінде жұмыс атқарды. Ол шіркеуде мүгедектер мен жағдайы жоқ адамдарға көмегін көрсетті. 1990 жылы 19 жасар Бина Томос Аулие Пия монастыріне түсті. Ол сол жерде Аббая есімін алды. Аббая деген есім бейбітшілік, мейірімді деген мағына береді. Аббая осы монастырға түскеннен бастап көп уақытын кітапханада өткізді. Монастыр қызметкерлері Аббаяны өте сабырлы, ұқыпты, мейірімді қыз ретінде білді. 1992 жылы Аббая католиктер оқитын колледжінде 2-ші курс студенті еді. Ол оқуына өте тиянақты еді. Сабағын жақсы оқып, сабақтан кейін Құдайға деген құлшынысын арттыруға асығатын. Бірақ кім білген бұл жас, ашық, мейірімді жанның тағдыры сонша қысқа болатынын. Аббаяның алдында оқуында қиын сынақ болатындықтан, ол бірнеше апта бойы көп дайындалды. 26 наурыз 1992 жылы Аббая бөлмесінде бірге тұратын құрбысына таң ертең сағат 4-те оятуын сұрады. Таң ертең тұрып сынаққа дайындалмақ болды. 27 наурыз таңғы 4-те Аббаяны құрбысы оятты. Ұйқысынан оянған Аббая тез жинала кетті. Ол жалпы оқитын бөлмеге барып сынаққа дайындалмақ болды. Ол оқитын бөлмеге бара жатып, жолдан ас бөлмеге кіріп, бетін жуып, су ішпек болды. Содан кейін қыздан хабар болмады. 2-3 сағат өткеннен кейін ас бөлмесіне монастыр қызметкерлерінің бірі кіріп, тоңазытқыштың есігі ашып, балта, қыз баланың аяқ киімін және жерде жатқан бөтелкеден аққан суды көрді. Бұл жайт монастырға тарады және Аббаяның жоғалғаны туралы ақпарат тарады. Біраз уақыттан соң Аббаяның мәйітін құдықтың түбінен тапты. Бұны естіген шіркеу басшылары полицияға хабарласты. Полиция қызметкерлері монастырға келіп, өздері құдықтан мәйітті шығармақ болды. Шығара алмайтындығын түсінген кезде өрт сөндіру қызметкерлерін шақырды. Өрт сөндірушілер келіп мәйітті кранмен құдықтан алып шықты. Криминалистердің сараптасы бойынша қыздың денесінде зорланған іздер болмағандықтан, Аббая өзі секіріп өлді деген тұжырымға келген. Соттың шешімі бойынша бұл іс жабылды. Аббаяның туыстары, достары, жалпы сол қаланың тұрғындары бұл істе шикілік бар екенін түсінді. Бірақ сот және полиция оларға мән бермеді. Аббаяның туыстары жиналып совет құрды. Қалалық полициядан пайда болмағандықтан, олар штаттық криминалистерге хат жазып, бұл іске көмектесуін сұрады. 13 сәуір күні штаттан криминалистер келіп, өзінше тергеу бастады. Олар 10 ай бойы жасаған жұмыстарда ешқандай нәтиже бермеді. Олардың да тұжырымы бойынша қыз суицид жасаған. Бұл жауапқа қанағаттанбаған Аббаяның ата-анасы Үндістанның премьер-министріне хат жазды. Олар хатта Аббаяны біреу өлтіргені туралы жазды. Біраз жылдар өткеннен кейін бұл істі қайта ашты. Оны енді республикалық полицейлер қолдарына алды. Іздестіру барысында полиция бірнеше фактіге көздерін жеткізді. Олардың айтуы бойынша қалалық және штаттық полицейлер қылмыстың ашылуына жол бермеген. Олар істің тез жабылуын қалаған. 2007 жылы полиция бір ұсақ ұрлықшыны ұстайды. Ол тергеу барысында бұрында өзімен болған жағдай туралы айтып береді. 1992 жылы 27 наурызда таң атпай ол монастырға тонауға кірген.
Біреулердің жүріп келе жатқанын естіген ұрлықшы ас бөлмесіне кіріп тығылып қалған. Бөлмеге монастырдың үлкен діни қызметкерлері Томас Тур және Хосе Падхуруркайл кіріп келген. Арттарынан монастыр қызметкері Сефи деген қыз кіріп келген. Діндарлардың арасында өте жиіркенішті іс болған. Халыққа Томас Тур мен Хосе Падхуруркайл әйгілі діндар, жазушылар болып танылған. Олар көптеген дін туралы кітаптар жазған. Сот полицияға бұл үш адамды наркосинтезден өткізуге рұқсат берді. Наркосинтезде тергенген адам барлық сұраққа ашық жауап береді, ештеңкені жасыра алмайды. 2008 жылы 19 қарашада Аббаяның өлгеніне 16 жыл өткеннен кейін бұл үш дін қызметкерлеріне қолдарына кісен салды. 16 жыл бұрын бірінші тергеу жасаған полиция қызметкері бұл хабардан кейін өзінің күре тамырын кесіп қайтыс болды. Ол қалдырған хатты оған жоғар жағынан қысым көрсетілген туралы және дәлелдерді өзгерткені туралы жазған. Сол таңда не болған, Аббая нені көрген, неге куәгер болған? Бұл сұраққа 16 жылдан кейін ғана жауап болды. Таң ертең Аббая ас бөлмесінде тоңазытқыш ашып, су бар бөтелкені алып, раковинаға барып бетін жумақшы болады. Сол кезде ол екі еркек бір әйел адамның, яғни үш діндардың жыныстық қатынасқа түсіп жатқанын көрген кезде, қолындағы бөтелкесі денге құлайды. Бұны байқаған Томас Тур Аббаяны қылқындырады. Сефи болса балтаны ала салып Аббаяның басына екі рет ұрады. Еденге құлаған Аббаяны олар көтеріп құдыққа лақтырып жіберген. 2008 жылдан бастап 2022 жылға дейін оларды түрмеге жаба алмады. Кейбір ақпараттар бойынша мемлекеттің жоғарғы органдары кедергі жасаған, кейбіреулері дәлел аз болғандықтан созылды дегенге ақпарат болған. 22 желтоқсан 2020 жылы діни қызметкерлер 55 жастағы Сефи және 69 жастағы Томас Тур екеуі өмірдің соңына дейін түрмеге жабылды. Ал Хосе Падхуруркайлге қарсы дәлел болмағандықтан оны босатты. Аббаяның қайтыс болғанына 28 жыл өткеннен кейін әділеттік орнады. Өкінішке орай Аббаяның әке-шешесі бұл әділеттікті көрмеді. Олар 2016 жылы өмірден қайтқан еді.